Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен осындай түйенің тәтті құртының рецептісімен бөлсемін. Ол үшін 20 литр түйенің шұбатын қазанға құйып, осылай араластырып отырамыз. Бір қалыпқа түсіп кеткенше араластыра береміз. Өйткені қазаннан көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Бір қалыпқа түсіп кетті. Енді қазанды араластырмай-ақ 3-4 сағат қоюланғанша астын баяу отта қайнай береді. Қоюланғаннан кейін міндетті түрде астын араластырып отырамыз. Өйткені бірден жазып қалады. Секерін салып 400 грамм. Секерін салған видеом түспей қалған. Осылай араластырып қоюланғанша, суы соққанша араластыра береміз. Мінеке, құртымыз дайын болды. Дайын болған құртты ыдысымызға салып, суытып қоямыз. Содан кейін осындай пішінде жасап, ыдысқа салып, кептіріп жесеңіз өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.